сабақты көңілді бастау үшін қазір сыныпқа кіріп, мына партаның үстіндегі белгілер арқылы бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайық. Ондай болса келе ғой. Әлихан, атыңыздан бастайық. Жақсы. Келесі. База отырайық, жасайық. Келе ғой. Келе бер. Мақсат келе ғой, келе бер. Келе ғой, келе бер. Келесі. Келе ғой, келе бер. Келе бер. Сәне. Келе ғой, Әдil. Әдilге қасына әдес бар болса, кетемде. Сәне. Енді бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлап алып, сабақтың басында. Көңілдері көтерілді ма? Топқа бөлініп алайық. Топқа біз атом молекула ойыны арқылы бөлінеміз. Ол үшін сіздерді балалар бәрімізді ортаға шығуға шақырамын. Келіңіздер. Ортаға келіңіздер. Жақсы. Атомдар қозғалады. Достар. Екі молекула болып бірігеді. Атомдар қозғалады. Үш молекула болып бірігеді. Жақсы ақырып. Атомдар қозғалады. Атомдар төрт молекула бірігеді. Төртеуге бірігеді. Жақсы, балалар, енді бірінші парта отыра қойыңдар. Сендер екінші парта жалғасы жайғаса қойыңдар. Сол парта отыра қойыңдар. Үшінші парта. Мына топ, мына партаға жайғаса қой. Үшеуің үш партаға бөлінеді. Енді мына төртіншілері топқа жайғаса. Секілді жасап алайық. Көне жасап жүрген жаттығымыз қанекей? Бір, оны көтерейік жоғары. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жақсы. Балалар, енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өткен сабағымызды пысықтап алайық. Өткен сабақты пысықтау үшін бізге көгершін хаттар тастап кетіпті. Көрдіңіз бе балалар? 3 топқа 3 хат тастап кетті. Осы хаттарды алып көрейікші көгершін бізге не тастады екен? Әр топтан бір оқушыдан шықсын. Жақсы, бір хаттан алайық. Жақсы, тобымызға барып хаттың хатты ашамыз. Хаттың ішінде не бар екен? Жақсы. Жалпы көгершін бізге сұрақтар тастап кетті. Жақсы. Бірінші топ өте жақсы балалар, бірінші топты орнымыздан тұрып жауап берейік. Қазақстанның танымал суретшінің аты. Қазақстанның танымал суретшілерінің аты. Қандай? Әбубәкір Исмаилов. Дегеніміз ұлттық натюрморт дегеніміз қазақтың ою-өрнектерін натюрморт дейміз. Қазақтың ою-өрнектері нақышталған суреттерді салу бізде ұлттық натюрморт деп аталады. Жақсы, жарайсыздар. Екінші топты бала. Натюрморт дегеніміз не? Өткен сабақта өттік, натюрморт дегеніміз не екен? Өлі табиғат. Жалпы өлі табиғаттың бейнесін бейнелеу. Мұнда шатасқан әріптерде бір мағыналы сөз шығу керек. Қандай сөздер ойлайтын болады? Екен? Әріптер арқылы сабағымыздың тақырыбын анықтау. Сабағымыздың тақырыбы яғни пейзаж екен. Жалпы балалар, пейзаж дегеніміз француз тілінен шыққан сөз екен. Жалпы мағынасы ландшафт, табиғатты бейнелеу дегенді білдіреді екен.
Яғни біз табиғаттың суретін қағаз бетіне түсіретін болсақ, осы нәрсе бізде не болады екен? Пейзаж болады екен. Пейзаждың бірнеше түрлері бар екен. Ауыл пейзажы дейді. Қараңдар бала, суретте, яғни ауылдың табиғаты бейнеленген, ауылдың табиғаты бейнеленсе, бұл бізде ауыл пейзажы болады. Келесі, қала пейзажы. Көрдіңіз бе бала? Қала пейзажы мен ауыл қала пейзажында нелер тұрды? Адамдар, ғимараттар. Су бейнеленген болса, қала пейзажында бізде көбінесе ғимараттар, адамдар, сәулет өнерінің, яғни ғимараттары бейнеленген екен. Келесі бізде саябақ пейзажы. Саябақ деген неге білеміз ба? Жақсы, саябақ деген яғни демалатын орын. Саябақтың ландшафтын бейнелеу біздерде, яғни адамдардың демалатын жері бейнелеу бізде саябақ пейзажы деп аталады екен. Келесі бізде теңіз пейзажы дейді. Теңіз пейзажы дегеніміз яғни неге? Яғни теңіздің бейнесін салуды біз теңіз пейзажы деп атайды екенбіз. Жалпы пейзаж тақырыбы сізге түсінікті болды ма? Тапсырма орындайды. Бізде тапсырма. Мына бала, сіздерге 4 мезгіл берілген. Барлығы да пейзажы, 4 мезгілдің пейзажы берілген. Енді осы берілген суреттерді жыл мезгіліне байланысты толықтыру дейді. Яғни берілген суреттерге тағы да толықтыру жасаймыз. Мен қазір 3 топқа бөліп беремін жыл мезгілін. Сол бойынша сурет салып, яғни суретті толықтырамыз. Бірінші топ бізде жаз мезгілін алады. Екінші топ қыс мезгілін алады. Үшінші топ күз мезгілін алады. Балалар, осы алдағы суретті салып, сол суретті жасаймыз. Түсіндік бар, тапсырма түсіндік ма? Болды. Болса, ендеше бірінші бізге жазылушысына қайыққа балар тақтаға шығайық. Жазылушыға өзінің тақтырғалар, сендер жазу суретін салдыңдар. Яғни оған не қосыңдар? Жақсы. Қыс мезгілі өздерінің суреттеріне шана, аққала және қарларды көбейткен екен. Өте жақсы балалар. Күз мезгілі өз суретіне не қосып екен? Үйгіздейлер қосқасындар. Тағы да жеміс-жидектер, алма және егістегі малдарды қосқасындар. Егістегі жайылып жүрген жайылымдағы бағалайық. Енді жалпы тапсырманы жақсы аяқтадық. Енді балалар, жалпы бүгінгі тақырып сендерге түсінікті ма? Түсінікті болса, балалар, қазір мен бүгінгі тақырыпты бекіту ретінде мынандай сендерге трансляция арқылы мен сендерге мынандай қағаздар беремін. Осы қағаз қиындыларында сұрақтар және жауаптар берілген. Жауаптар мен сұрақтарды бір-біріне біріктіру арқылы белгілі бір геометриялық жасап шығарады екенбіз. Қанекей бетінде жұмыс жасайық. Осы фигуралар арқылы тапсырманы бастайық. Жақсы, үсті. Үстінде дегеніміз не екен? Жауабы, пейзаж түрлері. Қалай келеді екен, бізде? Жақсы.